Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай дәмді әрі ерекше жасалатын кешкі астың рецептін ұсынбақпын. Бұл бізде индийский манты не болмаса чапати деп те атауға болады. Яғни осындай лавашты үнді тілінен аударғанда чапати деп аталады екен. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен лавашқа қамыр илейтін боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнға тұзды қосып араластырамыз. Кейін ыстық қайнаған суды және 2 ас қасық сұйық майды қосып, алғашында қасықпен араластыратын боламыз. Себебі біздің құйған суымыз ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін алдымен осылай қасықпен араластырып, кішкене суығаннан кейін қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Артық ұнды қосудың қажеті жоқ. Бұл жерде өте қолға жабыспайтын, жұмсақта қатты да емес қамыр шығатын болады. Алғашында осы ыдыстың ішінде қамырымызды илейміз, кейін столдың үстіне қойып, бір тегіс бір келкі қамыр болғанға дейін осылай илеп алатын боламыз. Кейін қамырдың бетін жауып, шамамен 30 минутқа тынығу үшін қалдырамыз. 30 минуттан кейін тыныққан қамырмен ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Дәл осылай рулет қылып ұзынша етіп жайып аламыз. Кейін бірдей 20 бөліктерге бөлетін боламыз. Яғни біздің лаваштарымыз өте жұқа, әдемі көріну үшін дәл осындай кішкентай бөліктерге бөлу қажет. Әр бөлікті жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Барлық жағы бірдей болу керек және барынша домалақ етіп жаюға тырысыңыздар. Ұнды көбірек қоса беріңіздер, себебі біздің лаваштың, яғни қамырдың беті ешқандай жыртылмай, кесілмей жақсы жайылу керек және бір тегіс болып шығу керек. Достар, менің каналымнан бұдан бөлек көптеген тағамдардың, тәттілердің және выпечкалардың рецептін таба аласыздар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жақтан кіріп, көріп, егер видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий мен қолдау көрсете отырыңыздар. Қамырлар дайындап алғаннан кейін енді жеке-жеке пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған құрғақ табаға осылай жеке-жеке салып пісіріп аламыз. Бір жағын шамамен 30-40 секундтай пісіреміз. Осылай екінші жағында қызартып пісіріп аламыз. Піскеннен кейін қатты болып қалмас үшін дәл осылай екі жағынан су жағып жібереміз. Егер қамырымыз бір тегіс жайылған болса, бізде пісіру барысында ортасына ауа толтырылып, өте жақсы болып пісіп шығады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, бұл бізде бірінші тәсілі, яғни ешқандай ауа кірілмейді ортасына. Ал мына жерде қарап отырсақ, екінші аударған кезде ортасына осылай ауа толтырылатын болады. Дәл осылай пісіріп, ортасына начинка салып, дастарханға ұсына берсек те болады. Не болмаса, жұқа лаваш ретінде, яғни лавашқа орап та жіберуге болады. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған майға алдымен етті әбден суы тартылғанша қуырып аламыз. Кейін оған пиязды салып араластырамыз және басқа да көкөністерімізді, яғни болгар бұрышын және майдалап туралған сәбіздерді қосып, барлығын араластырып аламыз. Осы жерде қатырылған қызанақты не болмаса балғын, яғни свежий қызанақты қосып жіберсеңіздер де болады. Начинкасы өздеріңіздің қалауыңыз бойынша, яғни басқа түрінде жасасаңыздар болады. Бұл мен сіздерге ұсынған бір ғана варианты. Кейін татымына қарай тұз және басқа да дәмдеуіштерді қосып, тағы да араластырып жібереміз. Және соңында су құйып, шамамен 40-45 минуттай қайнатып пісіріп алатын боламыз. Жиырма минут қайнағаннан кейін біздің майдалап туралған картоптарды салып, тағы да әрі қарай қайнататын боламыз. Осы уақытта біздің картопымыз да пісіп, етіміз де пісіп, барлығы дайын болады. Енді дайын болған начинканы және лавашты бөлек ыдыстарға салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Осы видеода мен сіздерге бұл тағамды жеудің екі тәсілін көрсеткен болатынмын. Бірінші тәсілі: жұқа лавашты алып, үстіне начинканы орналастырамыз және оны рулет қылып орап, дәл осылай жей береміз. Ал екінші тәсілі бұл бізде ортасына ауа толтырылып піскен лаваштар бар ғой, дәл соларды ұш жағын кесіп, ортасына начинка салып, орап жей берсек болады. Екі тәсілмен де ұсынуға болады. Өте дәмді әрі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап, комментарий бөлімінде нәтижесімен бөлісе отырыңыздар. Егер видео
рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға ас болсын.